Всем сәлем, сіздермен бірге қайтадан Диана және бүгінгі біздің тақырыбымыз көріп тұрғаныңыздай қысым. Ендеше бастайық. Қысым дегеніміз осы перпендикуляр бетке түсіретін күштің сол беттің ауданына қатынасын айтамыз. Яғни осы формуланы біз сөзбен айттық десек болады. Қандай да бір бет болса, енді қандай да бір беттің міндетті түрде қандай да бір ауданы болады. Мысалы, мынау А болса, мынау Б болады да. А мен Б-ның көбейтіндісі бізге ауданды береді. Яғни оның өлшем бірлігі метр болады. Және бізде H ньютонмен өлшенетін күш, ол осы аудан бетіне қалай да бір перпендикулярды түрде әсер еткен күш болып табылады. Бұл дегеніміз осы қысым. Бұл қысым, бұл формула, ол тек қана осы айтып тұрғанымыздай қатты денелерге арналған. Және келесі бір қарастыратын формулаларымыз уже сұйықтықтарға арналған екен. Мына жерде енді бәрі логикаға сай негізі. F-тен mg, мына жерде бізде m ρ көбейтілген v-ға айналып кетті. Неге? Себебі біз білетініміздей ρ ол жүрек, ортасынан бөлінген жүрек, яғни m бөлінген v. Мына жерден m-ді алып шықса, онда m тең болады ρ көбейтілген v. Мына жерде осылай алмастырып кетті да. Енді мына жерде бізде көлем, ол осы аудан мен биіктіктің көбейтіндісіне тең. Мына жерде екі аудан қысқарып кетті. Және мына жерде осындай ρgh деген формуланы көреміз. Осы ρ бізде именно осы қандай сұйықтық, соның росы болып табылады. Енді көбінесе бізде су беріледі. Және судың осы бір нақты росы бар. Ол осы 1000 килограмм бөлінген метр куб. Және осы бізде F қабат. Осы жаңағы формуладан шыққан ғой негізі. Мына жерде S бізде мұнда бөлініп тұр, ана жерге көбейтіліп барады. Сонда мына жерде F тең PS. Негізі жаттауға оңай. Келесі бізде осы қысыммен байланысты тағы да бір өте қызықты нәрсе, ол қатынас ыдыс. Яғни қатынас ыдыс осы картинкадан көріп тұрғанымыздай қандай да бір шыны немесе негізі жоқ, шыны емес, әртүрлі материалдардан, кез келген материалдардан және кез келген пішінді осы түтіктердің қосындысы деп айтсақ та болады. Олар кез келген формада бола алады. Міне жазып тұрғандай кез келген пішінді. Және мына жерде біздің қатынасымыз ρ1 бөлінген ρ2 тең болады h2 бөлінген h1. Енді мына жерде біз неше түрлі түтіктерді көріп тұрмыз, алайда ол бізде күнделікті өмірде де кездеседі, мысалы осы чайникте. Мына жерде бізде осы жердің ауданы кішкентай, ал осы жердің ауданы үлкен болғанымен, мына жерде қысым екі жақта да қысым бірдей болғанымен, олардың аштары бірдей болады. Яғни осы суреттер бізге осы формуланы түсіндіреді. Келесі өте маңызды зат, ол Паскаль заңы. Яғни ол сұйыққа да, газға да бірдей әсер етеді. Осы жерді оқысақ, сұйыққа немесе газға түсірілген қысым сол сұйықтың немесе газдың әрбір нүктесіне өзгеріссіз беріледі. Ал формуласын көрдік, анықтамасын оқыдық, бірақ біз оны қалай визуалды түрде қарастыра аламыз. Осы Паскальдың эксперименті бойынша ол осындай түтік алды. Мына жерінде осындай шар болып келетін, мынаны шыны деп есептей алайық. Яғни мына жерде осындай түзу пробирка, мына жерде ол осындай бір дөңгелек болып келеді. Негізі біз оны өзімізде өмірде істеп көре аламыз. Кәдімгі бір бутылканы ала аламыз. Жарайды, мына жерде қазір осылай қарайық. Паскаль осындай бір пробирканы алды және осындай бір дыркалар істеді. Яғни мына жерде осы жерден осылай су құйса,
осы кішкентай дыркалардан осы су төгіледі. Біз бірінші реттен осы ойластырсақ, ол мына жерлерден астынан көбірек төгілуі мүмкін, көбірек төгіледі. Ал үстінен азырақ төгіледі, потому что енді мынау астында мына жерге көбірек келіп тұр дегендей. Алайда осы Паскаль заңының бойынша сен осы суды қаншалықты қалай құйсаң да, мына дыркалар қандай биіктікте орналасса да, мына жерде биіктік ешқандай рөл атқармайды. Су мына жерде бәріне бірдей төгіледі екен. Себебі мына жерде осы қысым өте маңызды рөл атқарып жатыр. Қысым осы судың бірдей қалыпта, бірдей бір көлемде төгілуін қамтамасыз етеді екен. Енді сіздер оны үйде істей аласыздар. Мысалы, просто бір бутылканы аласыздар. Негізі бутылканың осындай бір немелері бар ғой. И бутылканы ортасынан кесе аласыздар да. Мына жерде кішкентай бір дыркалар істей аласыздар. Прям дәл астына да істей аласыздар, шет жақтарына да істей аласыздар. Және егер де сіз мына жерге суды қойсаңыз, мына жер сумен толса, ол әрбір осы дыркадан бірдей төгілетін болады екен. Осылай. Негізі осы қысым темасы теориясы өте ауқымды болады және көп формулалары бар. Сондықтан мен оны 2 сабаққа бөлемін деп шештім. Және бүгінгі сабақта біз тек қана теория мен кішкене формулаларды, именно базовый формулаларды қарастырдық. Келесі сабақта біз оны одан сайын қарастырамыз да практикаға көшеміз. Және бүгін біз тек қана формулаларды және теорияны қарастырғаннан бізде үй жұмысы тек қана осы теориямен байланысты болады. Бұл үй жұмысы болса да қазір кішкене қарастырсақ болады. Осы қысымды анықтайтын формула ең алғашында айтылып кеткен, және осыны тапсаңыз, осыны оңай табасыздар. Яғни енді екеуінің біреуі күш деп білесіздер, екеуінің біреуі S деп білесіздер. Күш H және көлем ол бізде M болып табылады. Енді осы, M квадрат. Және екеуінің қатынасы қандай болады екен, қандай шамаға тең болады екен, оны қарастырасыздар. Және 8 пен 9 қайтадан осы бәрі бірінші есепке келіп тұр, бірінші сұраққа келіп тұр. Осы негізі бірінші сұраққа дұрыс ответ тапсаңыз, 8-ді, 9-ды да оңай істей аласыздар деп сенемін. Бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Сау болыңыздар.